Консультацияға 35 жастағы ер науқас келді. Негізгі шағымдары 15 жыл көлемінде науқастың қол алақандар және қолтық аймағындағы қатты терлеу. Бұл 15 жыл көлемінде науқас әртүрлі кремдер, спрейлер және де дәрі-дәрмектер қолданған. Ешқандай әсер жоқ. Қатты тершеңдік науқаста сенімділікті азайтқан. Амандасу кезінде болмаса жиі киімді ауыстыру. Нәтижесінде науқас торакалды хирургтың кеңесіне жүгінді. Гипергидроз диагнозы қойылды. Гипергидроз бұл тер бездерінің шамадан тыс белсенділігі нәтижесінде тердің қатты бөлінуі. Біздің ұжыммен науқасқа ең тиімді хирургиялық жол ұсынылды. Бұл видеоторакоскопиялық симпатэктомия, яғни бірінші, екінші қабырға деңгейіндегі нерв импульстерін тежеу. Отадан кейін науқаста алақанның терлеуі және жалпы тершеңдік тоқтады. Гипергидроз бұл шешілетін мәселе. Біздің команда науқасқа ең тиімді, ең нәтижелі емді ұсынады.